Короче, Қарағанда қазір -6 градус болып тұр. Қар жауып, күн жел болып тұр. Аяда КамАЗдың аккумуляторы отырып қапты. Аккумулятор деппін ғой. Дұрыс, аккумулятор отырып қапты. Енді прикурить етейін деп жатырсам, күн суық болып тұр. Бүгін түнің Қарағанда 26 градусқа шейін барады дейді. Жел болып тұр ғой, жел еще. Не повезло болып тұр маған бүгін келгенім. Короче, машиналар толып тұр, Volvo'лар. Менікінде пятитонниктер, мант, 2 мант прицеппен лентейка. Аяқта Volvo мен DAF, КамАЗ бар, Шрек тұр, Мерседес. Мына аяғымда Volvo раскасой тұр. Тұрмыз жиналып. Машина на выбор бар ғой, короче. Қарағанда қар жауып, боран болып тұр ғой, боран. Дәу қар жауып отыр ғой. Күн жылы бола ма деп келсек, дәу қар жауып отыр ғой, құрайшын. От алдырып қойып отырмыз енді тағылып. Боран болып тұр, боран. Мынандай жерге кетіп, фураның жанына келіп тығылып алдық енді. Бораннан сақтанамыз деп. Жел болып тұр, жел. Қатты жел. Отырмыз енді осымен. Боранның басылатын түрі жоғы. Одан сайын күшейіп жатыр. Одан сайын кетіп жатыр, одан сайын кетіп жатыр. Нан қарасаңдаршы. Бағана ана жақта тұрғанбыз, ана ховалардың қатарында. 3-4 машина тұрғанбыз. Бәріміз осы жаққа кетіп тығылып алдық. 1-2 жартыс. 4 боксқа кетіп қалды ау деймін, по-моему. Тұрмыз енді мына жерде. Мына форалар тұр. Суық дала масқара. Боран ұрып тұр, боран. Сауысқанның өзі ұшамай жүрген қарасаңдар желден. Кеше келгенбіз Қарағандыға. Бүгін груз аламыз деп ойлап, груз аламай қалдық. Бүгін күн боран. Сонымен енді отырмыз машина ішінде. Көзіміз бақырайып. Боран деген ұрып тұр, машинаның терезесін бәрін қырау басып қалды. 26-27 градустай аяз болып тұр. Сонымен отырмыз енді. Осындай қырау оқ болды машина ішінің бәрі. Отырмыз. Е-мая. Аяз. Страшный аяз болып тұр. Машина ішін қаранда. Қырау оқ болған терезелердің бәрі. Аяз 26-36 градус көрсетіп тұрға шеше айтса. Жесткий аяз болып тұр, масқара. Қарағанда бүгін 11 март 2026. Тереземізді қырау басып қалды. Отырмыз енді саман. Машина қамаптар жақта бәрі кетіп қапты ғой. Фурада, мына жерде фура тұрады. Бәрі кетіп, ол да кетіп қапты. Ана прицебін тастап ол тұр. Мына жақта фура мен артымда тұр кеп тағылып олда желден. Мына қарсы терезелерге мұз қатып қапты. Автономка шамасы келмей жатыр ма? Короче, осындай. Оразада деймді. Қандай дискотеканы вообще. Қарап отсам, кешеден бері осында. Дүңгілдеп осылай музыка ойнап отыр, дискотека. Тамақ қортып отыр ма еле? Кешкі астарын жеген астарды сіңіріп жатыр ма?
оразада ораза ұстап жатсам дискотекада жүрмін. Болмыратып. Не бұл несін мына фура қатық баған ау деймін ман паровоз. Күн аяз болып тұр әлі. Ана жерде не жанып тұр, паялька ма бірдеңе жағып тұр. Қыздырып жатыр, бағанадан бері айналып жүріп қыздырып жатыр. Желательно өшірмеу керек қой машинаны. Машинаны өшірмеу керек деп өзім өшіріп қойған ба. Мен жаңа ғана өшірдім, қазір от алдырамыз. 1 сағат 1,5 сағатқа өшіріп қойып отырық. Кешегіден қарағанда бүгін енді аяз кішкене болсын, басылды аясы. Кеше аязы деген масқара болып тұрады ғой. Жел қатты еді, бүгін кішкене жел де азайды. Кеше ана жаққа тығылып қалып ек, шөші болып тұрған ек ана жақта. Ана КамАЗдың жанында тұрған ем, Қызылманның жанында. Бүгін бер жаққа өттік. Машина азайып қалды, негізі біраз кетіп қалды, енді ертең біз де кетерміз, Құдай қаласа. Ассаламуалейкум, қалайсыздар? Бүгін бұғырам басылды әйтеуір. Жол ашылды. Әйтеуір әрең дегенде жүк ұстадық қой. Құдай қаласа енді бүгін қазір әбетте жүгімізді артамыз. Жолға шығамыз. Бүгін 13-ші пятница екен ғой. 5 күн жатыппын, 4 күн жатыппын ғой Қарағандыда. 9 күні келдім. 4 күн жатыппын. Құдай қаласа бүгін жолға шығамыз енді, Алла амандығын берсе. Алла жолымызды берсін. Жаңа капотты көтеріп, дальний ближний лампочкам жанбай қалған ғой. Ашық барсам, бірінші цилиндрдан выхлоп жағынан май жіберіп тұр да. Мотористқа звондасам, холостой ходта көп тұрғансың ғой деп сөйлейді. Зәрем қалмады ғой, бәлә, не болды тағы деп. Сөйтсем, холостой ходта көп тұрғызуға болмайды екен ғой, бұларды оборот беріп қой керек екен ғой. Соны білмеппіз ғой бізше. Е-мая. Жақсы, ештеңке қылмайды енді. Аман болыңыздар, ал жақсы. Короче, Қарағандыда дананың алдында 4 күн 4 түн жаттық қой. Тағы 1-2 күн жатқанда явно психолог керек болатын еді ше. Сәл қалып едік. Әйтеуір груз ұстап кеттік қой. Жақсы болды деп қоямын да бір шет. Груз тауып әйтеуір. Қазір енді машина қыздырып жатырмын. Құдай қаласа соны артуға барам қазір. Алла амандығын берсе, Алла жолымызды берсін дейін.